Keling, meni uyim bu. Қазір мына жерде міне жарық өшіп қалған. Жер сатыла ма ана? Жер сатылады. Сатып аласыз. Жүргізуші куәлігіңіз бар ма? Жоқ. Көлікті қалай жүргізіп жатырсыз онда? Балаларға мектеп жоқ бега, барысы ішінде өзіңіз көргенде бос. Сабақ оқығым келеді. Бесік, көне бесіктің түріне қарасаңыздар. Бұлар таразыда, бұлар ана пұқта темір ташларға. Бұрында сіздің ата-әжеңіз қалай орайтын осы орамалды? Қан жақындығы, мысалы өзінің туысынан қыз алу деген бар ғой, ер адамның көзіне көрінуге болмайды. Наурыз ағаның кәсібін көруге келдік. Картоп фри сатады екен. Bir жылда içinde 3 qayta beni o'ratalardi. 3 qayta. Ассалаумағалейкум жолаушыларым. Мен Пәкістандамын. Дәл қазір Карачи деген қаладамын. Бұл жерде 40 қазақ отбасы тұрады. Олар мұнда қалай тап болды? Салт дәстүрін сақтаған ба? Қалай өмір сүреді? Тілін бұзбаған ба? Бүгін біз сіздерге соны көрсетеміз. Ендеше арнамызға тіркеліңіз, лайк басыңыз, пікір жазыңыз және дәл осы видеоны WhatsApp-тағы топтарға таратыңыз. Ендеше кеттік. Алдымен тарихқа жүгінейік. Пәкістанға қазақтар бас сауғалап келді. Жергілікті тұрғындардың айтуынша олардың арғы бабалары Қазақстаннан 1,5 ғасыр бұрын қоныс аударған. 1860 жылы патша үкіметі әкімшілік реформалар жүргізеді. Нәтижесінде қазақтың барлық жері мемлекеттің меншігі деп жарияланады. Қазақ шаруаларының ең құнарлы жерін патшалықтың әскері мен казактарға, үкіметтің шаруаларына күштеп тартып береді. Әділетсіздікке тап болған қазақтың біразы шетелге қоныс аударуға мәжбүр болады. Солардың бір бөлігі қазіргі Ауғанстан жеріне тұрақтайды. Ол жұрттың тыныштығы ұзаққа созылмады. 1979 жылы Кеңес одағының әскері Ауғанстанға басып кіреді. Қарулы қақтығыс кезінде бейбіт тұрғындар оқ құшып жатты. Олардың ішінде қазақтар да бар. Сөйтіп жан сақтау мақсатында бауырларымыз Пәкістан асады. Қай жақтан келдіңіз? Ауғанстаннан. Не үшін келдіңіз Ауғанстаннан? Ауғанстан неме болды, инқилап болды. Шаруалар азап берді. Өлтіргенді өлтіріп жіберді. Bir ұлымды hem өлтіріп жіберді 18-ге. Ана шунdan қашып келдік. Қашып келдіңіз? Қашып келдім. Енді неге Пәкістанға қалып қойдыңыз? Жолдастарыңыз Иран асты, Түркия асты. Сіздер неге қалып қойдыңыз? Пәкістанға біз келдік, біз қалдық, олар өтіп кетті. Жете алмадық олардың мәстен, олар ілгері кетті. Biz kaldık da şöyle. Жағдайы барлар кетті, жағдайы жоқтар қалды. Kaldık ha. Bizde damakhanamızda barisi Kazakça şaşlık var, palav var. Ana Pakistan'da damak vardı. Türkiye'nin damakları var, barisi vardı. Bu kişi beni ağam oladı, ülkenin ağam oladı. Bir Kazaktı, bir iki Kazak, bu üç Kazak, dört Kazak var. Başka Kazakça barisi Pakistanlı azamatıydı barisi başkadılar. Anamda ağasını neberesi boladı. Keri boladı. Keri serbest biz. Ağa biz saat 4'te başlayımız, saat 4'te biz cümüşsü kapatamız, devamız. Damakhanamızda. Pakistan'daki Kazak bауырларымыз, Хамид ağamız var, Басир ağamız var, Аман ağamız var. Қазір осы жердегі бауырларымыздың мейрамханасына келдік, алдымызға асты қойдым, олынан қойды дастархан. Міне қазақы қонақ жайлықпен күтіп алып жатыр. Bir kişinin adı Navruz. Bir kişinin 10 balası var. Üçü kız, yetisi oğul. Bir kişi Basir ağa. Bir kişinin 7 balası var. Ana meni adım Aman. Meniki hem 8 ta. Сәлем, атың кім? Атым Рұқайя. Жасың нешеде? 11. Мектепке барасың ба? Бармын. Қазақстанға барғың келе ма? Барғым келеді. Сабақ оқығым келеді. Балаларымды мектепке оқыта алмаймын. Ақша тіледі. Bir балаға 20 мың рупия ақша болады. Onu мен бере алмаймын. Мен 30-35 мың рупия ішлеймін.
Қазір біз қазақтарды үйде барапыз. Қазақтарды hovlisida bir 10 uy қазақтар bir joyga o'tiradi. Plus 32-35 plastik hozirga. Biroz salqin bo'ldi hozir. Bir oy bilan issiq 50 plus boradi. 50-45-48 plus edi. Пәкістандағы қазақтардың басын қосып жатырмыз десек те болатын шығар. Жолдан Басира ағаны кезіктіріп қалдық. Ол кісі такси қызметін қылады екен. Қазір бізді осы қазақтармен таныстырам, өзім аралатам деп айтып жатыр. Рахмет. Айтпақшы, ол кісінің руы қаңлы, мына көлік өзінікі екен. Еңбекқор қазақтардың қазір күнделікті тұрмыс тіршілігімен таныстырамыз сіздерді. Бұлар таразыда, бұлар ана пұхта темір ташларға вазым қылынған. Бұлар 2,5 кілі, бұл 1 кілі, бұл 1,5 кілі. Мына жерден 5 келі киім өлшеп беріңізші. Мына бұл 5 кіліден. Мықты. Қанша болады сонда? Бұның пайсасы болады 5 кіл, 1250 кірпа. Мықты. Бұрыннан қалған теңгені? Ата бабаңыз әкелген теңге? Сабықтан 100 жыл илгардан қалған. Мынау қылышты. Қылышты бұндай өткізіп, алып, 3 карат бұндай ұларсыз. Ondan soң қылышты шығарып, бұндай қылып басып, бұндай болып гілем шығып, бұндай жасалады гілем. Бұл Дарсахан. Әйел адамдар қайда? Әйел адамдар барсы өз үйде отырған бізді, әйел адамдар шықмайды, ер адамдар келмейді. Неге? Пакистанды бар шылайды, Карачида. Ер адамның көзіне көрінуге болмайды. Солай ма? Солайды бері. Ал қонақ келсе, ер адамдар өздеріңіз күтіп, өзіміз шай қойып қыламыз. Қатын қонақ келсе, қатынлар өздері, әйел адамдар өздері жасайды барысыны. Ер адам ерге жасайды, қатынлар жасайды. Білтір мені әкім қайтыс қылды, шу қатыр мен үйленмедім. Ал енді Қазақстанға барып үйленемін. Biz mardimga бар, boshqa mardimga qiz beramiz, xo'sh qazolarga qiz beramiz. Shunaqa borib uylanaman, bega uylanmayman. Тек қазаққа ғана үйленгіңіз келеді сонда? Қан жақындығы бар ма? Бар. Қан жақындығы, мысалы өзін туысынан қыз алу деген бар ғой, Бар. Өздеріңіз естіп отырсыздар ғой. Бұл жерде небәрі 40 қана қазақ отбасы бар. Олардың барлығы бірлесіп бір аймақта өмір сүреді. Басқа ұлттан қыз алып, қыз беріспейді. Дегенмен қан жақындығы болып кеткен. Нағашы жиеннен қыз алып, қыз берісіп отыр. Олай істемейік десе, басқа ұлтқа қыз беріп, өзіміздің ұлттығымыздан айырылып қаламыз деп қорқады. Сондықтан жаңағыдай кейбір мысалы, бауырларымыз сияқты жігіттер үйленбеуінің себебі осы. Қазақстанға барып, қазақ қызына үйленсем деген ниеті бар. Әйтпесе мына жерде өзінің қатарлас қызы болмауы мүмкін, және қан жақындығы тағы бір себеп болуы мүмкін. Балаларға мектеп жоқ бега, барысы ішінде өзіңіз көргенде бос. Күндіз күнде ойнап, шу көшелерге ойнап жүрген башалар да, балалар да. Сонда балалар хат танымайды? Хат білім ешбірісінде жоқ. 6 жастан медресеге барады, мешітке барып медресе оқиды. Енді болашағы қалай болады бұл балалардың? Болашағы қалай болады? Мұна шындай картысқа сатып өмір сүреді картарға неге. Барысы қазақтарды бір 10-15 кісі бұлай картып алып келіп, амасы картпесе екен олам. Картып барды, картыпты бұлай алып келіп, бұны соң машинада салып, тұрап, қуырып сатады. Бұл балалардың болашағы сонда осы картоп болып тұр ма? Балаларды болашағы башлығы барысы осындайды. Наурыз ағаның кәсібін көруге келдік. Картоп фри сатады екен. Бір қызығы, бұл жақта жұмыс кешке жақын басталады. 6-да басталады. Сөйтіп, түнгі 2-3-ге дейін жалғасады. Күніне қанша қап жасайсыз? 200 қап. Мұна бесік сіздікі ме? Бесік біздікі. Қайдан келген бесік бұл? Ауғанстаннан кепті бесік. Енді мұна қарап тұрсаңыздар, бұл бесік, көне бесік. Түріне қарасаңыздар білуге болады, аңғаруға болады. Кезінде осы Жұмахан ағамыздың атасы алып келген ғой.
Endi bizga bola bo'lsa, birinchi bola bo'lsa, beshikka solamiz. Ana qozoqlarda nimasida xuddi o'zinday 1 yil, 1 yil, 1,5 yil beshikka yetadi bolalar. Qozog'iston davlati ariz yozdik, buni ko'rdi, bilasizlar, afg'onsizlar dedi. Bunga bizni afg'on bo'lsa, bizni DNK testini jasagan deb DNK testimizni jasadi. Ana so'ng biz barimiz qozoq chiqdik. Адамға адамның қолдауы әркез қажет. Сіздер жолаушыларым. Жылы сөздеріңіз маған үлкен шабыт береді. Ал менің демеушім отандық Чоко компаниясының басшысы Рамиль Мухаряпов мырзаның қаржылық қолдауы алыстағы ағайынның халін білуге үлкен септігін тигізіп жатыр. Оны өздеріңіз де көріп жүрсіздер. Айтпақшы, Әсем деген қазақтың кішкентай суретші қызы бар. Ұлттық стильде қайталанбас ерекше туындылар жасайды. Жақында Лондондағы фестивальге қатысу үшін өз картиналарын сатып, соған қаражат жинап жүрген ғой. Оның қабілетін байқап қалған Рамиль мырза картиналарын сатып ап, жолына деп қаражат ұсынған екен. Керемет қой, е? Әсем Лондонға барады, сайысқа қатысады, нәтижесінде менің жақсы жаңалығым бар. Лондондағы сайыста гран-при иегері атандым. Сен ше сенен болсын, құттықтап қойсаңдар болады. Рамиль мырза, біз сияқты шығармашыл жандарды қолдап жүргеніңіз үшін рахмет. Бір-бірімізді қолдауды жалғастыра берейік. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Qalaysiz, yaxshimisiz? Keling, mana bu meni uyim bu. Men sizni bir tanishtiray uyga. Ular arasында осындай шүберекпен бөліп қояды екенсіздер. Aya berdim bu ichkarida bo'lsa 4 ta bo'lim bor. Ana bir bo'lim bil nima? Qo'noq kutadi. Bu qo'naqxona. Bil bo'lsa nima toilet bil, tomoqxona bil. Tomoq pishiradi. Tomoq pishiradi beri. O't жағастырмаса gaz бар. Yo'q, gaz bor. Gazda o'chib turaman de kundalikda qo'suvlimi gaz? Yo'q, bu kecha 8ga o'chadi. Ya 7dan 5ga 5 tanga bas keladi. Jarıqshi 24 soatga 12 soat ketadi, 12 soat to'xtaydi. Samad bobom bilmayni shesham bo'ladi. Assalomatsiz va qolingiz qalay? Va alaykum assalom. Yashi 78ga kirdi. Namozni Xudo qabul qilsa 12 yoshimdan beri o'qiyman. Hal muncha bolalarimiz bor, bular ham o'qiydi. Sizning nevaralaringiz de namoz o'qiydi? Ha, nevaralarim ham o'qiydi. O'zim armonim mana shu o'zimizni mulkimizga yetkizsak, qozoq urug'imizga yetkizsak, mulkimizga yetsak, ag'ayinlarga, qavmlarga yetsak, ana shuncha Xudodan tilayman. Бұрында сіздің ата-әжеңіз қалай орайтын осы орамалды? Иранда мен көргенде тура осылай орайды екен орамалды. Және әже сіз орап жаттыңыз ғой. Иранның қазақтары дәл осылай орамалды орайды екен. Басына осылай орамал орайды екен. Тура бір ана фильмдегі сияқты. Ал қазір қалай орайсыздар? Мына камера қарап тұрмын. Мына бір рақам. Міне көрдіңіздер ме? Әжеміз көрсетіп жатыр. Қазір міне осылай оранады екен орамалды. Бірнеше әйел аласыздар ма? 2-3 әйел? Ya vardı, ben ağamda 2 ayoli var қазіргі. Başqa жағдай жақсы болса 2 ta var, 2 ta ağanam var, 3 ta ağanam vardı. Жағдай болмағанда мына Hüseyin бауырымызды қараң. Bir teyim жоқ бұға. Қазақстан барса аламын деп жүрген. Sizce? Ben bir tek ayolim vardı. 2 ölümse şu alasız mı? Yo'q, 2 ta nima qilish, bittasiga jetsak bo'ladi hozirga. Yer o'zingizniki bo'lmasa, mamlakatda o'zingizni mamlakatingizda bo'lmasangiz, ana problema ko'p bo'ladi. Ana bolalar bo'lgan bolalarni maktabga qo'ya olmasangiz, yetkiza olmasangiz, maktab bo'lmasa. Қазақ бауырларымыздан сұрап едім, адам қайтыс болғанда қалай жерлейсіздер деп. Айтады, иә, бұл жақта адам көп, сондықтан біз Қазақстандағыдай үлкен зират салмаймыз, кішігірім құлпытасқана тұрғызамыз дейді. Бірақ жетісін өткізеді екен, адам қайтыс болғанда мал сояды екен. Жалпы Қазақстанда қалай, мұнда да дәл солай. Аты жөні жазылады? Аты жөні жазылады. Аты жөні жазылады, туысқан тарихы жазылады, қайтысқан тарихы жазылған. Қай жерден болады, онысы жазылған. Ал ұлтын жазбайсыздар? Ұлты жазылған жоқ. Жер сатыла ма? Жер сатылады. Сатылып аласыз. Ondan keyin kімге қайтыс қылса, өге барып көмеміз. Қанша тұрады жер?
Жер ондай бағасы жоқ. Мына мазарат үшін жерге көп ақша алмайды. Азырақ ақша алады, мазарат үшін сауап болады деп. Мысалы қанша азырақ болған? Мысалы, 100 000 теңге, 100 000 Пакистан ақшасы алсаңыз, өте жер болады. Мен сіздерге қазір Пәкістанда қалай душқа түсетінін көрсетемін. Бұл жуынатын бөлме. Осы жерде дәрет сындыруға да болады, жуынуға да болады, қолыңды да жуасың, тісіңді де шаясың. Шелекке мына жерден су келеді, суға толтырасың, және мына ожауды алып, үстіге су құйып жуынасың. Бұл су теңіздің суы. Мына жерде төгіле беріп, судың барлығы кетіп қалады. Теңіздің суы болған соң шашың ашылмайды. Мен қазір басымды жудым. Киіз болып қалды. Егер теңіздің суына шашыңды жуып, күннің астына шығып кететін болсаң, тура Дубайдағы жарқын аға бар ғой, соның шашындай болып қалады басың. Теңізден жаңағы тұзды суды тазалаған су екен. Бірақ қалай болса да, ода тұз құрамы қалады ғой. Сол себепті ол шашқа зиян болады екен да. Соған Дубайда көп адамда шаш болмайды, шаш жоқ. Құдай сақтасын. Пәкістандағы қазақ бауырларымызды іздеп, Карачидің маңындағы ауылдарға келдік. Бұл жерде екі қазақ отбасы тұрады екен. Олар 50 жыл бұрын осы жерге көшіп келген. Басында айтады, бұл жерде лашық үйлер болды, мына жерде ештеңе жоқ болған, сондықтан ағаштан үй тұрғыздық дейді. Ал кейіннен осылай топырақтан үй жасап алдық дейді. Мына жерде жағдай өте нашар, құбырлар жоқ, сондықтан үйдің ауласына осындай ашық құбыр қазғанда бүкіл қалдықтарды осы жерге төгіп отырған екен. Міне соған балалар ойнап жүр мына жақта. Өте аянышты көрініс. Пакистанға, Карачиға туылғанмын. Насыл Сарбаз, Кери, Абақ. Ата жұртымыз Қазақстан сөйлейді. Осы жерде тұрасыз ба? Иә. Бала шағаңызбен, 6 балаңызбен осы бөлмеде жатасыз ба? Иә. Қазақша мактап жоқ. Біздің балаларымыз қазақша тілini жоғалтып қойған, өзіміз жоғалтып қойыппыз. Бұл бауырымыздың есімі Садық. Қазір мына жерде міне жарық өшіп қалған, сондықтан желдеткіш жоқ. Бір жағынан дастархан басында шыбындар көп. Ал көмекке міне осы ініміз келді. Осылай міне желдеткіштің орнына желдеткіш болып шыбындар түрі күтіп жатыр. Осылай кішкентай балалар. Не себепті көп? Олардың әрқайсысы осындай бір-бір қызметке жарайды. Босқын карт берген. Ана Пакистанға мағжир карт деген бір карт бар, босқын карт. Онда hiç bir жер, мүлік, бір куәлік, hiç bir нәрсе ала алмаймыз өз атымызға. Өз атымызға жасамайды. Ағаны барсақ да жер алсақ, я үй алсақ, бір басқа бір мұтыр алсақ, я куәлік алсақ, бір Пакистан азаматына алып келген, оны атыға өткізген дейді. Бұның үшін біз алмаймыз, бәден болмайды. Сонда мына үй өзіңіздің атыңызда емес? Жоқ. Басқаға жем болып жатыр екен сіздер ғой? Біз 40 жылдан бері жем болып жатырбыз қой біз. 40 жылдан бері біз. Жаңа болған жоқ бұл. Сізді тонап кетті дедіңіз. Қалай болды? Қалай болады аға? Алып кеткенде бұны. 2-3 кісі келеді, сізге тапанчаны зорлап, тапанчаны қорқытып, ақшаңызды алады, телефоныңызды алады. Қанша болса жаныңызды барысына алады, кете береді. Сіз бір жерге бара алмайсыз. Başqa polisiyaga барып, сіз арыз жазамын айтсаңыз, мен документіңді бер дейді. Кімді атыға арыз жазасың дейді. Қолыңызда бір документі болмаған үшін арыз жаза алмайсыз. Алып кеткен болады бұл. Bir жылдың ішінде 3 қайта мені орыт алады. 3 қайта. Жүргізуші куәлігіңіз бар ма? Жоқ. Көлікті қалай жүргізіп жатырсыз онда? Болмайды, жатымыз жоқ. Құжат бермейді көлікке? Бермейді. Үжаттан бермейді, үжатымыз әм жоқ. Бұл көлік сонда кімдікі? Бұл башқаныкі. Қазір біз Басир ағамен бірге қонаққа бара жатырмыз. Бұл көлік негізі Басир ағаныкі. Бірақ Басир ағада жүргізуші куәлігі жоқ, мына көліктің құжаты да жоқ. Онда тек босқын карта бар, жеке басына ешқандай мүлік тіркеуге болмайды.
Бірақ сонда да көлік жүргізе береді. Егер тәртіп сақшылары ұстап қалса, онда айтады, ақша төлеп құтыламын дейді. Жолаушыларым, біз сіздермен бұл күнге де жеттік ау әйтеуір. Дәл қазір, осы сәттен бастап, әлемдегі қазақтар атты телеграм жобамыз басталды. Бұл әлемнің әр түкпірінде өмір сүретін қазақтардың бір арнада бас қосып, пікір алмасатын алаңы. Телеграм арнамыздың 3 негізгі міндеті бар. Біріншісі – мәдени байланыс. Мәселен, сіз шетелге шықтыңыз делік. Сол сапарыңызда сізге көмектесетін қазақтан артық жанашыр кім бар? Сол достарды осы жерден табасыз. Екіншіден, бизнес қарым-қатынас. Ауғанстан, Иран, Пәкістан, Үндістан, Еуропа, Америка елдерімен қарым-қатынас немесе сауда-саттық жасаймын десеңіз, серіктесті, қазақ серіктесті осы арнадағы жандардан іздеуге болады. Үшіншіден, саяхат және жаңалық. Мен қазір саяхаттап жүрген елдерге визаны қалай жасап жүрмін, және көші-қонға байланысты тың ақпараттардың барлығы осы жерде жарияланады. Бұл арнаның болашағы тікелей сізге байланысты. Ендеше дәл қазір төмендегі сілтемеге өтіп, арнаға тіркеліңіз. Bizde hiç nesesi gerek emezdi Kazakistan'dan. Hiç nese isteyemiz. Bizi fakat bizi şuradan götürse Karachi'den, Pakistan'dan Kazakistan'da kaysi bir karasıda varsa da biz hiç problemimiz yoktu. Ben ötkende de benden soradı bular. Kazakistan'da sen Pütürüpola var aman, ya Palvadura var aman, ya Semi var aman, ya Akmola var aman dedim. Ben bizim problemimiz yoktu. Yok dedim. Kayıga varsan Kazakistan'da kayırı da olsa bizi ata jurt. Kayırı olsa olsun bizi abar dedi.